Қара кере Қабанбай дарабоз атағы жер жырған қазақтың батыры болған. Ол тарихта ірі денелі, өжет мінезі, қайсар жауынгер батыр ретінде қалған. Оның есімі көп жерлерде Қара кере Қабанбай деп кездеседі. Қабанбай 1692 жылы Шығыс Қазақстан облысының Үлжар ауылында қазақ басындағы қиын кезеңдерде дүниеге келген. Азан шақырып қойылған есімі Ерасыл екені баршаға мәлім. 7 жасында әкесі Қожағұл, 16 жасында ағасы Есенбай жоңғарлар қолынан қаза табады. Қожағұлдың Есенбай, Есенаман, Ерасыл деген 3 ұлы болған. 16 жасар бала 1708 жылы жау арасына жасырын барып, ағасын өлтірген жоңғар батырын өлтіріп кегін қайтарған. Осыдан кейін Зайсандағы керей ішінде апайы мен жездесі Бердәулеттің қолында ер жетеді. Өзіне шапқан қабандарды жайратып, Қабан батыр атанатыны осы кез. Содан бастап қашан көзі жұмылғанша қылышын қынабына салмаған. Қабанбай батырдың 30 жыл серігі болған Қубас ат бұрынғы Ақсуат ауданының Қызылкесік ауылынан шыққан. Ат сыншыларының бейнелеуінше жұмыр тұяқ, серке сан, қамыс құлақ, қаз мойын, жаясы астаудай төңкерілген, екі бұтының арасы ел көшкендей деп суреттейді. Батыр тұлпарын көргенде жануар-ай, ақыры таптым-ау, тұлпарым-ай деп Шымқай торының мойнынан құшақтайды. Осы ауылдың жанында Қубас ескерткіші қойылды. 1717 жылдан бастап 26 жасында ел мен жерін қорғау жорығы басталды. Найман түмендерін майданға бастап шыққан. 78 жасында соңғы жекпе-жегіне шығып жауды жайратты. Өмірінде 103 рет жекпе-жекке шығып, бәрін жеңіспен аяқтаған. Дереккөздер ұлы батырдың 1770 жылы 13 қарашада дүниеден өткенін айтады. Қазақтың қаһарманы, қолбасшысы Қара кере Қабанбайдың халық үшін ханнан да артық қадірі болған. Атамекенде жат қолынан тазарту үшін аттан түспеген баһадүр баба қашанда құрметке